Қандай жуаны сағайтып аламыз. Бір жуаны. Пирожкиге илеп қойған қамырдан слоёный тесто қылып морозильникке салып қойғым келіп отыр. Кашамрель. Осылай холодильникке салып қойғанда кез келген кезде алып сковородкаға болсын, духовкаға болсын пісіріп ала беремін. Бұны кез келген қамырдан жасай беруге болады. Мына пирожкиге илеп қойған қамырым қандай сүт қосып беремін. Бұны әлде де шуға қылса болады. Балдар өте сүйсініп жейді осы. Әженің пәтер наны деп. Осыларды қазір. Ерінсем, осылай бір-бірінің үстіне де жаға саламын, осылай. 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 Осындай ғана теу-теуі шықты. Неге? Осыны мен морозильникке салып қоямын. Кез келген кезде алдын ала шығарып пісіремін.
кешегі пирожкидің қамырынан қалған нанды түнде морозилькеге салып тастадым осындай слоёный тесто қылып. Соның біреуін мана таңертең жасадым. Енді қазір кешке қарай жасап қояйын деп жатырмын. Қазірге ушынға. Жасап көрейінші осы. Картошка қосып илеп көрейін. Осылай қылып пісіріп көрейін. Қазір духовкаға кішкене тұрсын. Жұмыртқаның ағы қалып жүр екен, оны да жағып жіберейік. Осына тұрмасын. Енді қазір газға қатты жанып тұрған отқа тез-тез пісіріп аламыз, өйткені бұл жұмсақ, ішінде картошкасы піскен. Картошка салып бірінші істеп отырмын, мынандай қаттама нанды. Балалар өте жақсы көреді осыны. Кез келген қамырдан, нан илегеннен қалған қамырдан, қазанға илеген қамырдан қалғаннан бәрінен де осылай слоёное жасай беремін. Өте дәмді болады. Мінекей, нанымыз дайын болды. Мынау картошкамен. Мынау просто Қатлама. Слоёное. Шықырлақ болып, хрустящий болып күшті болып шықты. Сметанамен.